Дәл қазір 18-ші орта мектепте Жас Отан жастар қанатының қолдауымен, жастар ресурстық орталығының ұйымдастыруымен тіл мәдениетін ылықтайық зияткерлік сайыс өтуде. Бұл сайыстың басты ерекшелігі бұл жерде қазақ емес, өзге ұлт өкілдерінің оқушылары қатысуда. Ұлттық тілімізді оқушылар арасында, жастар арасында дәріптеу, мақсаттау шторлық ретінде. Жалпы бұл шараға 12 оқушы қатысты, өздеріңіз көріп отқандай. Барлықтар да өз білімдерін салды, бірақ та жүйріктің де жүйрігі бар дейді. Көріп отқандай 3 оқушы орын алып отыр осы сайыста.